Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеомның аты 10 сүйікті заттарым. Мен көріп тұрсыздар заттар, оказывается, Аружан, Айша сол видеоны түсіріпті. Мен ғана қаппын. Ажық еще Фатима қапты. Екеуміз әлі отырмыз шай ішіп. Сол үшін осы видеоны түсірейікші шештік. Достар, мен қазір мияқта көптеген менің сүйікті заттарымды көріп тұрсыздар. Қазір бір-бірден не екенін түсіндіріп беремін. Ал біз видеомызды бастайық. Достар, бірінші орында менің мынандай медалім. Міне, мен Алматыға келіп едім, сразу футбол, анама айттым, футбол іздеңізші, мен футболға барғым келеді деп айттым. Сөйтіп, мен бірінші орын алдым. Міне, қайттың көрсетейін. Так, достар, екінші орында мынандай Қазақстан флагы. Достар, мен өскен кезде футболист, иншаллах футболист боламын да, осындай үлкен, тек қана үлкен флаг тағанымда бүйтіп жүгіремін да бірінші орын аламын, ол сияқты. Үшінші зат, мне Каспий Голд и телефон. Каспий Голдтың нөмірін көрсете алмаймын, сол үшін көрсетпейтін болғам. Менің мынандай Дәулетхан деген Ақтөбедегі досым бар. Мен қазірде жоқпын, бірақ оны таба алмадым. Оны тауып алсам, екеуміз жалғастыра береміз өзің дос болып отқанымызды. Мен тикток қараймын. Осын бос уақытымда мынандай ойындар ойнаймын. Маша Медеус деген ойын бар. Оны Фатима ойнайды, бірақ мен ойнаймын. Давайте екі ойын ойнатып көрейін. Айтпаса қызық болмай қалады ғой, тек қана телефонды көрсеткен ойындарына. Не? Достар, мен андай скиным бар, Free Fire. Ой, қазір. Не? Қазір персонаждарын көрсетеді. Осы менің персонаждарым. Ал өзімнің складым андай. Сізге бір подарок берейін ба, достар? Міне. Сосын тағы бір ойын ойнап көрсетейін. Екінші ойыным менің составым. Короче, бүйтіп мияқтан осылай плей басасында, ойнайсында, сөйтіп сен қараңыздар, осы адамдармен жеңуің керексің. Например, менде 3 способность болады да. Біріншісі, мен жүріп баратқан кезде мияқта көп адамдарды қосылғасында. Екіншісі, подкат істейді ғой, сол кезінде соны подкатты дамып тұруға бар, сондай өте көп нәрселер бар. Мияқтан бір персонаж сатып алуға болады. Менен сатып алғым келеді, бірақ қолымнан нәрселер тұрады, сол үшін сатып алмаймын. Ал біз енді төртінші затым ба. Енді мынау ғана емес, еще анақта ақ пен көк формам бар, сол да ұнайды. Еще сары мен көк формам ұнайды. Міне, достар, міне, бірақ менің артында жазу жоқ кәндіне. Ал біз 5-ші затқа келіп тұрмыз. 5-ші зат. Бұл
ой мектептегі Мегаспорт футболынан берген подарок. Сол менің бутылкам болып шықты. Міне Мухаммеджан, Мегаспорт, Қазақстан, Мегаспорт интернат, Алматы 2018. 6-шы орынға. Гантель. Мен негізі осыдан ауыр гантельдерді көтере алғам. Мен кішкентай кезінде где-то 10 килограмм көтергем. Менде бір фоткам бар. Үлкен тасты көтеріп тұрған кішкентай кезінде көтеріп тұрған тас. Міне бүйтіп кататься етеді. Ой, качаться етеді. 7-ші орында скакалка. Істеп көрейін ба? Мен мынандай, осынандай істеп көрейін ба? Кішкентайлар ғой, бүйтіп істеп көрейін ба? Ой, мен қазір секіре алмаймын мынадан, бірақ бүгін занимация етем. Бүйтіп әдемілеп жинап қойшы. Міне достар, бүйтіп жинадым. 7-ші орында менің тобым. Бойым жетпейді көрсететінен. Бойым жетсе, еще ана камера бүйтіп тұрса, онда мен сіздерге бір кішкене бір нәрселер көрсете алатын едім. Менің андай добым. Демикс. Маған өте қатты ұнайды. Мен даже түнде осыны қыстап жатамын. 8-ші орында мынандай наушник. Ана Фатима бесетеде қалады. Сол кезінде өзім отдыхать етейінші деп телефонға тығамда, сосын барып деп жоқтап қалдым. Еще бұны маған Айша подарок еткен туған күніне. Достар, 9-ші орында мынандай Наруто маған мамам где-то 7-8 жасымда алып берген. Міне. Бұл негізі маған. Бұрында мен Наруто қарайтын едім, қазір вообще есімнен қажырамын. Тек қана TikTok, ойын, болды, басқа ешнәрсе. 10-ші орын. Мынаны обрезать надо. Вот, мен осыны жақсы көрем. Мен Аружанмен фоткам. Бұл садикті болғанда, Аружан екеуміз садикті екеуміз бірге оқығамызда. Еще оқығамыз сол жерде, бірақ мен бөлек, ол бөлек болғанда, мен осындай фотография істеп қойған. Бізде мектеп садикта сөйтіп вроде айында сөйтіп фотка істеп тұрады, әдемі осындай, например. Достар, мен Айша сияқты істедім. Сіздерге оң сүйікті заттарыңызды комментарияға жазып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.